Өткенге көз салсақ, қазақ әдебиетінің тарихында өмірін өлеңге арнаған нәзік жандылар аз емес. Солардың бірі қазақ поэзиясының ақ гүлі. Әдебиеттің поэзия жанрында толымды еңбек атқарған қазақ қызының шоқ жұлдызы Күләш Ахметова атамыз мінекей бүгін 75 жасқа толып отыр. Әрқашан отаным, туған жерім деп жырлаған ақын апайымызға ұзақ өмір, зор денсаулық тілейміз. Ақын болу үшін жүректе мейірім болу керек, жүректе үлкен жомарттық болу керек, жүректе мынау бүкіл өмірге деген құштарлық болу керек, сосын отбасына береке болу керек. Дүниенің жұмағы, оттың басындағы береке, ауызбіршілік. Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Кемелұлы құттықтайды. Иә, құрметті Күләш Ділдақызы, сізді мерейлі тойыңызбен құттықтаймын. Бүгінде белгілі өнер иесі, қазақ поэзиясының өзіндік өрнегі бар дарынды ақын ретінде ел жұрттың құрметіне бөленіп отырсыз. Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Тоқаев.